Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Мына қазақ елі. Мен мынау шығып отқаным себебім сіздердің алдыларыңызға мынау қасиетті Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылы. Осы Тұрбат ауылының тұрғынымын ғой. Енді бізде мына болып жатқан жағдайлар, мынау біз қазақ елі текті рухты еліміз ғой. Мынау әруақты сыйлаған еліміз, ата бабамыздың қасиетін бағалаған еліміз. Біздің ауылда мынау қасиетті әулиелер бар. Әмір Темір көреген бабамыздың салып кеткен кесенелері бар. Осы ауылда 11 әулие бар. Осы әулиелердің ішінде ең көне ескі аты белгісіз әулие атамыз бар осында. Ол кісі аты белгісіз, енді халық аузында бұл кісіні Хазіреті Ишан деп айтады атын. Енді толық атын ешкім білмейді. 1958 жылдары бұл кісінің кесенесі үсті құлаған екен. Соның үстін ағашпен шипырмен жауып қойған. Сол әулиенің аяқ асты болып жатуы, мынау құлап, ішін бәрі тағы да қалған, тағы да құлауға жақын тұр. Соның кесенесін ремонттауға, осыны жасаймыз деп 2-3 жылдан бері Замир әпкем екеуміз қатты әрекет жасап жүрміз, бірақ ешқандай қолдау болмай жатыр. Қолдау болуына болады, бірақ өкіметтен, жоғарыдан ешқандай бізге рұқсат берілмей жатыр. Соның себебіне мына Замир әпкеміз осыдан неше ай алдын айтып кетіп еді, мынау ауылдың тыныштығы кетеді, берекеті кетеді, өрт көп болады деп айтып еді. Мына сол кісінің айтқандары келіп жатыр. Биылғы жылдың өзінде осы ауылда 7-8 жерде тіркелді өрт. 7-8 жерде өрт болды. Үлкен ютубтан көріп жатқан шығарсыздар. Заправка өртенді, магазиндер өртеніп жатыр, үйлер өртеніп жатыр қаншама осы ауылдың өзінде. Соны енді көпшілік болып жиылып, осы атаға бір ас берсек, өлі разы болмай тірі болмайды дейді ғой. Бұл енді текті әулие қасиетін әруақты бағалаған еліміз. Бұны бағалап, бабаларымыздың рухына бір ас беріп, соны кесенесін алдыда жалғастырмасақ, әпкеміз, мен сенем, бұл Замир әпкемізді, бұл Алланың жолында жүрген кісі ғой. Неше жылдан бері ел таниды, халқымыз таниды ол кісіні. Өзім қатты сенем ол кісіге. Ол кісінің айтқандары да міне тура келіп тұр. Маған айтып еді, етірақ қолға алмаса қиын болады, ауылға да қиын болады деп. Әлде де алдыда, әлде де қауіпті жағдай. Тағы да 58 күннің ішінде үлкен ас бермесеңдер, тағы да қиын апат болады. Осындай тілсіз жаулар, өрттер болады. Білмеймін, маған аян берді, маған осылай аян келіп мені мазалап жатыр деп әпкеміз айтып жатыр. Мен сенем, ол кеткен ол кісіге де көп, Алладан көп аян келеді. Сол кісі қолдап, ел болып, өткен әулие атамыздың кесенесін көтеруге, осыны жаңағыдай жиылып, көп болып ас беруге атсалысайық. Атаның басына кесенесін көтеріп, асын беріп, әруақты бағалайық ағайын. Қолдарыңыздан келсе, осыны дұрыс жағынан түсінуге сіздерден сұранамын. Бұл енді текті рухты қазақ еліміз ғой, бұл әруақты сыйлаған. Бұл енді өлі разы болмайды, тірі болмайды деп бекер айтпайды. Біз осы үлкен қасиетті әулие бабаларымызды құрметтейік. Соған енді қолдарыңыздан келгенше ат салысып, әулиені бағалап көтерейік басын. Мен өйткені сенем бұл Замир әпкеміздің айтқандарына. Енді алды тағы да қауіп бар деп тұр. Алла сақтасын, әрине еліміз аман болсын. Өйткені біз үшін әр адамның орны бөлек қой бұл өмірде. Ешкім қиындық көрмесін, ешкімге кесір зиян тимесін. Бабамыздың рухын көтерейік.
соны атсалысайық ағайын. Осы біздің айтарымыз. Бұл енді әр уақытты бағалауға атсалысыңыздар ағайындар.